Асқабақ дәнегінің пайдасы. Таяуда барлық жемістер мен көкөністер пісіп, бақшалардан жинала бастайды. Әсіресе осы көкөністердің ішіндегі асқабақтың пісуін көпшілігіміз асыға күтеміз. Біріміз асқабақтың өзін ұнатсақ, енді біріміз одан жасалған тағамдар мен дәмді бәліштерді сүйеміз. Кейбіріміз оның ерекше дәмі бар дәнектерін қалаймыз. Дәнектер демекші, сіз олардың пайдасы мен шаш етектен екенін білесіз бе? Білмеген болсаңыз, бүгінгі жазбам сіз үшін өте пайдалы. Достар, менің пайдалы кеңестерім сіздерге ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Және видеоны соңына дейін қараңыздар. Дәнектің қаншама түрлі ем пайдалары бар екенін біліп отырасыздар. Асқабақ дәнектерінің құрамында жүрек жұмысын қалыпқа келтіре алатын магнийдің жеткілікті мөлшері бар. Магний жүрек бұлшықеттерінің жұмысын жақсартып, ырғақтың бұзылуына тоқтаулы қоймайды. Ғылымда дәлелденгендей, холестериннің жоғарғы деңгейі жүрек, қан тамырлары ауруларын тудырады. Ал дәнектердің құрамындағы фотостеролдар қандағы холестеринді деңгейін төмендетеді. Қан қысымын тұрақты қалыпта ұстайды. Сол себепті жиі шағып тұруға кеңес беріледі. Асқабақ дәнектері ми жұмысын жақсартады. Асқабақ дәнектерінің құрамындағы амин қышқылдары ағзамыздағы серотониннің өнуіне жол ашады. Бұл ұйқының толықтай жақсаруына септігін тигізе алады. Дәнек бойыңыздағы синкс бас мидың жұмысын қалыпқа келтіріп, есте сақтау қабілетіңізді жақсартып, ағзадағы шаршауларыңызды басады. Асқабақ дәнегі ішек үшінде пайдалы. Дәнектердегі жусыну ішек жұмысын белсендетіп, босата алады. Іш қату қиындықтарына тап болатын болсаңыздар, оқырмандар, күнделікті тағамдарыңызға дәнектерді қосуға кеңес берген болар едім. Асқабақ дәнектері ішек құрттармен күресе алады. Асқабақ дәнектері халық медицинасында ішек құртқа қарсы қолданылатын ең әсерлі құрал. Паразиттермен алысып жүретін адамдар дәнектерден кейін көп уақыт өтпей жатып, бар қиындықтан арылып жатқанын айтады. Асқабақ дәндері теңіз ауруына шалдыққан науқастарға асқабақ дәндері ауадай қажет болады. Олар қатты ауытқу кезінде пайда болатын жүрек айнуын басады. Жүкті әйелдерге кеңесім: жүктіліктің ең алғашқы айларында маза бермейтін жүрек айнулармен жақсы күресе алады. Көптеген болашақ аналар асқабақ дәнектерінің арқасында жеріктігін ең қиын кезеңдерден жеңіп өте алады. Асқабақ дәнектері ерлерге де пайдасы күшті. Асқабақ дәнектерінде жеткілікті мөлшерде омега-3 майлы қышқылдар мен синкс бар. Олар еркектердің ағзасындағы темір деңгейін төмен түсіп кетуінің алдын алады. Оқырмандарым, сіздерге ескерту, асқазан ішек жолдары қатты бұзылған жағдайда және ішек жолдары зақымданған асқазан шырынының қышқылдылығы жоғары адамдарға асқабақ дәнектерімен әуестенбегені кеңес беріледі. Достар, менің пайдалы кеңестерім сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.